Жақында бір конгресс холлға барып қалып, осы тәуелсіздіктің 25 жылдығына байланысты бір іс-шара өтіп жатыр екен. 25 жылға 25 патриоттық дәстүрлі әндерден бір керемет концерт өтіп жатыр. Оның алдында бір 5 күн бұрын 91 деген бір топ шығыпты. Соның әні кеші өтіп жатыр. Ана бір случайно барып қалып едім. Ана концерттегі жастарды көрсеңіздер бар ғой. Көздерін көрсеңіздер жанып тұрған. Бір 91 жыл бір егемендік алған сәт секілді анарды. Ана 91-ның әндерінде бір дәм жоқ жаңа. Аяттам ана жастар деген деп солармен бірге отырған. Далада 300 қыз кіре алмай қалған, жылап жүр бір атасының бетінің басына келгендей бір дымдар қалмай бақырып одан кейін артынан 25 жылдың жаңа 25 патриоттық ән кеші өтті. Соған қонақ қалып шақырды, мен бардым ғой. Сол жастарда келіп залға келіп отырғызды ғой. Почти ковбоймен алып келгендей болды ана жастарды бар ғой. Бір класты бір қатарға отырғызып қойған, ана басына бір мұғалім, мына басына бір мұғалім отырғызып қойған ғой. Ана балдар шығып кетпеу үшін бар ғой. Ана балдардың түрлерін қарасаң, кәдімгі бір недовольный бәрі. Ана екі мұғалімнің үстінен кәдімгі мектептің директоры қарап тұр. Мектептің директоры үстінен департаменттің бастығы қарап тұр. Біздің ана патриоттық әндерге деген жастардың қалай ұстап отырмыз деймін де кәдімгі. Өйткені қандай 91 сияқтылардың әндерін тыңдайды, патриоттық әндерге келген кезде қазір шыны керек бір тәуелсіздің жастары дейміз ғой, бірақ бір жағынан айтатындай орны бар. Бір қазақи патриоттық әндерге кішкене бір жан бойтады. Мен оның барлығы балалық кезден басталу керек. Мына қазір мультфильмдердің өзін қарасаң, біздің қазақтың балдары ютубтан қарап отырады, кілең Человек-паук, Спайдермен, Бэтмен, Ниндзя черепашка деген. Ана қарап тұрсаң, американстарын шығарып қойғандар ғой. Батыр еместерін батыр қылып қойған ғой. Мысалы, ана Человек-паук дегенде бүйе ғой құрсын. Ойлап қарасаң, мысалы, қазір Человек-муравей деген шығып жатыр ал. Сонда Америкада қарапсаң болмайтын затты батыр қылып қойғанда. Біздің батырларымыз қайдан Қабанбай болам, мен Бөгенбай болам деп отырған балдарды естімейсің. Бізде бірақ мультфильм бар, Алдар көсе деген. Ананы киімін киіп жүру невозможно, жырты-жырты шапан киіп, басын тақия киіп, кім бала жүреді деймді. Еще балдарды алдауға үйретіп отырып, мен түсінбеймін бар. Мынандай мультфильмдер шығармаймыз деймді, кәдімгідей. Қабанбай батырын мультфильм шығару керек. Спайдермен, Бэтмен бәрімен төбелестірсін. Балдарға сол қызық қой. Кәдімгідей Спайдермен ұстап алып, былай лақтырсын, жаңағы Бэтменді екіге бөлсін. Человек-пауктың өзін торына өзін ұрап тастасын, сосын балдар айтады, мен қабанбаймын деп жүреді. Қазір үйтпесе балдарды таңғалдыра алмайсың. Немесе бүгінгінің батыры міне Данияр елеусініп отыр. Даниярды батыр екен білеміз, бәрі Даниярдай болғысы келеді. Бірақ соны мультфильм түрін шығарсаң кәдімгі. Данияр рингке шықсын бүкілімен әрқайсысымен. Терминатор керек пе, анау человек роботтар керек пе, барлығын шетінен дың деп отса, кім Данияр болмаймын деп айтады. Сондықтан да қазірден бастап балдарымызды осындай міне жаңағы кішкентайынан өзіміздің ұлтымыздың патриоты қылсақ, 25 жылдан кейін өзіміздің әніміз салып жүрсе, 25 жылдан кейін өзіміздің дәстүрге жанашып жүрсе, сол ғой негізі нағыз бақыт деп ойлаймын енді.